Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Алпамыс батыр жыры. Бұрын өткен заманда дін мұсылман аманда, Жиделібайсын жерінде, Қоңырат деген елінде, Байбөрі деген бай бопты, төрт түлігі сай бопты. 90 мың екен қорасы, мұрындық ноқта тимеген. Түйешілер мінбеген, 80 мың екен маясы. Шұрқыратып жатқан бір жылқы, тоғай сайын мың жылқы. Есебі жоқ көп жылқы, Жиделібайсын даласы. Өз алдына бір бөлек торысымен қарасы, аңдай болып көрінген бозыменен аласы. Соншама бай болса да жоқ еді ердің баласы. Алланың өзі бермесе, бенденің барма шарасы. Атадан жалғыз ереді, еңіреген ердің бір еді. Жоқ екен іні ағасы, Құлтай деген туысқан, немере мен шөбере екеуінің арасы. Азырақ баян етейін, құлақсап бұған қарашы. Сол уақыттар болғанда, 80-ге жасы толғанда, кетемдеп байғұс арманда қайғылы болып қамықты, перзентсіз болып қалғанға. Құбылаға бас беріп, екі көзге жас беріп, Байбөрі хаққа налынды, алмадың құдай жанымды. Бір баланың жоғынан ағайын жейді малымды, айналайын атыңнан. Жаратқан жалғыз құдайым, бір баланың жоғынан зорлық қылды маңайым. Өкім қыла сөйлейді баласы көп ағайын, көретін күнің болар ма көзімнің жасын құдайым. Сүйегім кетті жасық боп, достым кетті қашық боп, көретін көзім көр болды, бір перзентке асық боп. Аққан жасым тыя алмай, перзенттің зары өтеді, баласы жоқ адамның әркімге ақыл өтеді. Байбөрі қубас деген сөз сүйегімнен өтеді. Жаратқан жаппар құдайым, перзентке зарғып қойғанша, жаратпасаң нетеді. Байбөрі осылай деп жүрді жылап, құдайдан күні түні бала сұрап. Сүйегі сырқырайды Байбөріге, ол сөзді естіген жан салып құлақ. Көз жасы Байбөрінің бетін жуды, көрмей-ақ өтем бе деп үйден дуды. Сол күнде Құлтайының аяқ салған тезекші қара күңнен бір ұл туды. Байбөрі осылайша ойлайды ойды, қайғының ішіндегі бәрін қуды. Балаға таңсық болып жүрген байғұс үйіне алып келіп қылды тойды. Туғандай тумаса да қылайын деп, ұлтан деп ол баланың атын қойды. Бір түрлі болды нұсқасы порымды мынау баланың. Алдымдағы жақсылар келбетіне қарағын. Кеудесі болды кепедей, мұрны болды төбедей. Күректісі кетпендей, кеңірдегінің тесігі жүгімен түйе өткендей. Құлағы болды қалқандай, мұрны қарасаң сығымданған талқандай. Көзі терең зындандай, басқан ізін қарасаң көрінеді оттың орнындай. Аузы үлкен ошақтай, азу тісі пышақтай. Иегі бар сеңгердей бір батыр болды сол күнде. Байбөрі мен Құлтайға алжыған қақпас дер еді. Ержеткен соң күніне мал да жан да нең бар деп, намаздыгер болғанша жолатпай қойды үйіне. Ескен адам зар жылар жаландай заһар тілінен, Байбөрі байдың бәйбіше жарының аты аналық. Жылай берді зарланып, көрмедік деп самалық, жасымыз болса кеп қалды, енді қандай қылалық. Мақұл десең алғаным, алаша төсек салғаным, әзіреті сұлтанға екеумізде баралық. Әулие қылса керемет болар мекен жаңалық, бермесе құдай шаране, далада өліп қалалық. Мақұл көріп Байбөрі қойдан алды қошқарды, басқа малды тастады, басына құдай салғасын екі көзін жастады. Бәйбіше барды аңырап, қоздаған қойдай маңырап, қазына аузын ашқалы таратты алтын күмістен, қалғанынша мысқалы. Алтын күміс арттырып, асыл кілем жаптырып, түйеден алды бураны, қаны қашып бетінен, реңі жаман қуарды. Сәрсенбі күн сәскеде жүрмекке қосын шығарды, қоңсылары жиналып қош айтысып шулады. Бірін-бірі қиялмай, не ғыларын біле алмай, бір күндік жерге шұбады. Сол уақыттар болғанда, күн ұяға қонғанда, бір төбенің басында үркердей боп тұрады. Байеке болсын жолың деп, қабыл болсын мұның деп, қол жайып дұға қылады, бай-бәйбіше жөнелді. Қалғандар малға кенелді, заманы қандай болады, аналық атты бәйбіше, танадай көзі жарқылдап жылайды, жазған аңқылдап.
Байбөрі бай келеді, құзғындай қақсап қаңқылдап, екеуінің дауысы қосылады сыңқылдап. Кей жерде жатып ыңқылдап, кей жерде жатып қыңқылдап, көбелектей көзі жоқ, перзенттен басқа сөзі жоқ. Жол түгіл малдың ізі жоқ, алдында жатыр құладүз, асуы жоқ, жолы жоқ, телміріп қалды екі көз. Бір жапанға болды кез, жүрерін қайда білмеді. Ызғардың ызғын даласы 40 күншілік шөл еді, налыс қылып Құдайға көзінің жасын төгеді. Адам ұлы көрмеген, ешбір пенде жүрмеген, иесіз жатқан жер еді. Көз жетпеген далада көп қорлыққа көнеді. Бай-бәйбіше жасынан жер баспаған ер еді. Маңдайы күнге күйеді, табаны тасқа тиеді. Байбөрі бай серт қылып көлікке көті тимеді. Аналық жазған аңыра, бұда көлік мінбеді. Кей жерде жаяу үдеріп, кей жерде жатып түнеді. Күннен күнге түн қатып, бейшара әбден жүдеді. Бірнеше күн жүргенде, өлдік талдық дегенде әзіретке келеді. Әзіреттің төбесін күндік жерден көреді. Жақындасып келгенсін алып шыққан дәулетін екі жерге бөледі. Алтын, күміс гауһарын оны да бөліп үйеді. Қожаларын шақырып тең жарымын береді. Көзінің жасы көл болып, отырған орны сел болып, 7 күн ұдай түнеді. Бай-бәйбіше екеуі ешбір нышан білмеді. Қожалардан бата алып, жапан кезген атанып, жоғары қарлап өрледі. Отырарда арыстанбап, сайрамда бар сансыз бап. Бәріне бір түнеді, әзіреті Қаратау, әулиенің кенеді. Өзен сайын тастамай бәріне бір түнеді. Ол уақытта бабата томпайып жатқан жер еді. Атбесік салып басына қабірін бұлар түзеді. Қалған малын сарып қып, бұған да 3 күн түнеді. Осымен өтті 90 күн, ешбір аян бермеді. Күдер үзіп бәрінен онан да әрі жөнеді. Бет алдына қараса, асусыз асқар беледі. Белге шыға келеді, белден арман қараса, жалтырап жатқан көл еді. Көл жағалай қараса, суы тынық айнадай, атылып тасып қайнаған жылы бұлақ дереді. Басында бар қарағаш, моласы жоқ, тамы жоқ, төңірегі жалаңаш, жағалай біткен шеңгелі. Шеңгеліне қараса, қарағашпен теңгелді, көзінің жасы төгіліп, жылап еңіреп егіліп, арасында шеңгелдің ботадай боздап келеді. Сол уақыттар болғанда топ қарағаш қасынан бір шеңгелдің басынан иіліп келіп бір шыбық маңдайынан тіреді. Жазайыншы дегенше екі елі батып кіреді. Қан шыққан жоқ онымен, кереметті екен деп. Ақылмен ойлап біледі, аналық атты бәйбіше жұлып алып жаулығын әр шеңгелге іледі. Жердегі тасты жинап бір жерге бәрін үйеді. Тас үстіне тас қойса қиюына келеді. Намазшам еді күн батты, құтпанның болды уақыты. Намазын оқып, шам жағып, бұрынғы қылды әдетті, бір етегін төсеніп, аяқтарын көсіліп, бір етегін жамылып, көзінен жасы ағылып, құбылаға бас беріп, жарыса түсіп бұл жатты. Көздері мызғып ұйқыға, бейбақтар қылдыр етті, әне-міне дегенше сарғайып келіп таң атты. Сол уақыттар болғанда көк есегі астында, ақ сәлдесі басында, сырлы асасы қолында, өзі ақтың жолында бір диуана келді де асалмен түртіп оятты. Көкірегін оятып, бетіне бетін қаратып, есектен түспей тіл қатты. Ей бейшара мүгедек, жаныңызға не керек дейсің ғой, маған ол керек. Әулиенің қыдырдың, жердің жүзін сыдырдың, маңдайына төбелеп. Әр қайсысының әр түрлі мәртебесі бір бөлік. Сен үшін бәрі қиналды, бір жерге тегіс жиналды. Бір ұл бер деп осыған, бір жаратқан Құдайдың дәргейіне жылады. Мен де тұрдым ішінде, әулиенің күші де. Жаратушы жалғыз-ақ дәргейіне ұнады. Ұнағанын сонан біл, бір қыз қосып сыйлады. 88 серулер, 99 мың машайық бәрінің көңілін қимады. Менің атым шашты әзіз, қыламын десең ықылас, жарылқады жаратқан, ей бейшара көзіңді аш. Ұлыңның аты Алпамыс, қызыңның аты Қарлығаш. Атса мылтық өтпейді, шапса қылыш кеспейді, қалмақтармен болар қас. Түрегелде қолың жай, болады өзі өмір жас. Мұны көріп екеуі түрегелді орнынан, аяғына бас ұрып иіскеді қолынан. Жыртып алды тұмарлық диуананың тонынан. Сол уақытта диуана ғайып болды қолынан. Беттейде нысан қалған жоқ диуананың бойынан. Диуананың бұл сөзі кетпеді шығып ойынан. Ойланды елге бармаққа, елінен хабар алмаққа. Арылып жазған сорынан.
Бұл сырды көңілі байқады, іштің кірі тарқады. Бәйбіше қайта түрленіп, мойнына салды алқаны. Бәйбіше қуанып, қапалы көңілі жұбанып, елге қойды қадамды, бергесін Алла хабарды. Жаяулық пен жалғыздық жалғанда үлкен жаман еді. Неше күндей жол жүріп, аз ғана емес мол жүріп, ойғызды тасқа табанды, өткен күнді кім санар, өткізді талай заманды. Бәйбіше келет алаңдап, жас бөрідей жалаңдап, жерігі қанбай сандалды, қатып семіп келеді, ешбір тағам жемеді. Сүзектен жерік жаман еді. Байға айтты, ер едің, ерім сенен тілегім, тойғанымша жер едім, тауып берсең қабылданды. Адалды көңілім қаламай, қалайды көңілім арамды. Не болса ауқат қылуға амалын жүрмін таба алмай. Жүрегіме ас батпай, не қыларын біле алмай, өлейін десем өле алмай, өз жанымды қия алмай. Қазы менен қартаңа келеді көңілім қарамай. Байбұры сонда сөйледі, распа сөзің алғаным, алаша төсеп салғаның. Алла тағала жар болса, қарамылтық бар болса, беремін атып қабыланды. Соңымнан ерде жүр жылдам, болмайды қабылан даладай. Мұны естіп бәйбіше қуанды көңілі баладай. Осыны айтып байбөрі оқшан тайын байланып, мойнына мылтық саладай. Баз бір жерде жүгіріп, баз бір жерде кідіріп, жүгіре басып барадай. Арт жағында бәйбіше келе жатыр анадай, шіркін аңның қызығы біріне бірі қарамай. Жетіп келді жүгіріп, жеті қабат аралғай, атып тастап келеді бұғы менен марал елікті. Көрінгенін жібермей, құлан менен киікті. Еш біреуін жемейді, бәйбіше баспай жерікті. Аузына салса құсады, мейізбенен өрікті. Сол уақытта екеуі бір қалыңға еніпті, екі көзі табақтай, сапта аяқты қабақтай бір қабылан көріпті. Бір ағашты паналап, өкпенің тұсын сығалап, сыбаға оғын беріпті. Тарс еткенде шар етіп дәлдеген жерден тиіпті, ажалдың оғы тиген соң тырп етпей қабылан өліпті. Арсалақтап жүгіріп, асығыста сүрініп, кеудесіне мініпті, құс көздігін суырып, кеудесіне тіліпті. Өкпеден алып суырып, жүрегін кесіп беріпті. Отқа салып бауырын, ішіндегі тәуірін азуға салып жұлыпты. Шала-пұла пісіріп, мосыдан алып түсіріп, қоң етін кесіп беріпті. Әр қайсынан бір аса бәйбіше басты жерікті. Тамақтың қалай қуаты болса да мейлі ұяты, қыздағы нұры кіріпті, екі беті албырап, жас қалпына келіпті. Көңілі тасып хошырып, байбөріге қосылып, езу тартып күліпті. Мұны көріп байбөрі ақылмен ойлап біліпті. Етек жеңін түрініп, қынай белін буынып, тәуекел деп алалап, жолға мойнын бұрыпты. Жақындасып келгесін, елін аман көргесін, қайғының бәрін ұмытты. Барса елдер дін аман, малы шықты қорадан. Күңіреніп қоңырат жүгіре шықты алдынан. Ескен халық қалмады, ханы менен қарадан. Қыз бозбала жас-кәрі қалмапты ешкім қаладан. Кеше кетті десе де өтіпті 10 ай арадан. Ханы айтты, байеке, көрдіңіз не сыр баладан. Байбөрі бай жылады, көргенін айтып даладан. Әйелге әйел сыр айтып, жақсылық дейді Алладан. Мұны естіп қуанып, қайтып кетті ханыда, бұйымын алып қалаған. Әр жерден халқы келді де, құтты болсын деді де, құрсақ шашу жеді де, қайтадан халқы тараған. Бәйбіше енді түрленді, ту биедей бұлықсып, күннен күнге төлежіп, келіншектей қылымсып, ішінде бала тыпырлап, жата алмайды ыңырсып. 9 ай 10 күн біткенше шыдады кемпір тырысып. 9 ай 10 күн біткесін, туатын бемезгіл жеткесін. Бәйбіше бір күн толғатты. Толғата барып оң жатты, құрып қалған бұлақтың жылғасынан су ақты. Әмірімен Алланың арыстандай ұл тапты, өзге әйелдей болмады. Денесі болды жинақты, қуанып байғұс кеуілі, болғай деп ұзақ өмірі, анаған берді бір атты, мынаған берді бір атты. Арт жағы қызық той болып, сойғызды 90 құратты. Мұрындық ноқта тимеген, түйешілер мінбеген 90 нарды құлатты. 90 үйдің ішінде арақ шарап бал құйып, ішкеннің бәрін сұлатты. Байсынның қонып сазына, қыз емес күннің жазына, жердің жүзін шаңлатты. Өз алдына сыйлады, құдамен дос жек жатты. Арқасына жапты кеп, иық-шік жәннатты. Бере-бере жазғанда дөнен менен бесті қалмапты. Араласа жылқысын құнан менен тай тапты. Бәйбішемен сөйлесіп, халқы менен кеңесіп, қой беруді ұнатты. Баз біреулер ешкі алып, баз біреулер қой дапты. Бір алғаны екі алып, ойламапты ұятты.
Баз біреулер қолданап, баз біреулер ұрлапы, бұл келген адам ішінен үлкен менен кішіден демейді ешкім құрғапты. Оны менен тұрмапты, сүйінші сұрап түнімен бірін-бірі тонапты. 2 жылы өткесін, 3 жылы жеткесін, ай мен күндей қыстапты. Құдіреті күшті бір бала жылатып жүріп жұбатты. Келді халқы қуаны, бір жерге бәрі жиналып, оңайдан берді жаратқан, тапқан жоқ бірін қиналып, қайтадан келіп су ақты, көл еді қалған суалып. Әркімді Алла қуантқай, арт жағы қалмай қуарып, Алпамыс деп ат қойды, халыққа мәшһүр шығарып. Қызының аты Қарлығаш, аш белге түскен сүмбіл шаш, енді бұлар ержетсін, қояйын біраз доғарып. Әлқисса шекті деген елінде Сарыбай деген бай бар еді. Онда да перзент жоқ еді. Бай-бөрімен екеуі сөйлескенде арман қылар еді. Біреуімізден ұл, біреуімізден қыз туса, екеуміз құда болсақ, қыз бен баланы кемеліне келтіріп екеуін қосып, бұл дүниеден өтсек арманымыз қалмас еді-ау деп жылайтын еді. Сол уақытта Сарыбайдың қатыны бір қыз туып, оның аты Гүлбаршын қойды. Екі бай бірінен бірі сүйінші сұратып құда болды. Құйрық жеп бетке ұн жағу солардан қалды. Және ірге басып қалыңдық ойнау осылардан қалды. Сонымен Алпамыс 1 жыл қалыңдық ойнады. Сол кезде күндерде бір күн Сарыбай ойланды. Менің күйеуім Алпамыс жалғыз болса, егер жазатайым өліп кетсе, қызым ұлтанын құлға қор болар, қызымды бермей жер ауып көшейін деп ойланып, шекті елімен тегіс көшіп кетті. Сол уақыттарда Алпамыс 10 жасқа толып, Жиделі Байсын жеріне, қалың Қоңырат еліне бек болып, жұрт сұрап басқарып тұрды. Ойнап жүріп ұрған баласы өліп қала беретін болды. Жұрт баласын далаға шығармай үйінде сақтады. Бір күндері Алпамыс ойнауға бала таба алмай, жалаңдап келе жатып, бір өрмекке құрып отырған кемпірдің қасында ұйықтап жатқан баланы көріп, «Ей бала, тұр ойнаймыз» деп түртіп қалса, бала оны көтере алмай өліп қалды. Сонда кемпір өрмегін түрегеп Алпамысқа қарай айтқан сөз еді. «Далада мен отырмын құрып өрмек, жалғызды қасымдағы қылы бермек. Баламды жалғыз менен өлтіргенше, алсайшы Гүлбаршынды қу жүгірмек. Бекерге жұрт баласын қырып жүрсің, ойыңа келгенді қылып жүрсің. Сарыбай қызын бермей кетті қашып, несіне ойын ойнап күліп жүрсің». Ескесін бұл сөзді Алпамыс берен тұрады, сұңқардай мойын бұрады. «Түсінбедім шешежан, қайтадан айт» деп сұрады. Сонда кемпір сөйледі. «Атадан жалғыз туғансың, туғаннан белің буғансың, сайып қыран ер болып, қан менен қолың жуғансың. Талай бала қырғансың, шекті деген елінде Сарыбай деген бай еді. Жалғыз қызы Гүлбаршын 15-те туған ай еді. Жасыңнан саған айттырған Гүлбаршын сұлу жар еді. Сарыбай бір күн ойлады, алғыр құстай бойлады. Жалғыз қызым бермеймін, артынан бала тумады. Алпамыс қыран өледі, артында жоқ көмегі. Алпамыс батыр өлгесін, құлға қызым тиеді. Құлға қызым тигесін қандай қорлық көреді». Осыны ойлап Сарыбай беліне көшіп жөнеді. «Күшің болса барсаңшы, жесіріңді алсаңшы, намысыңды ойламай қай жерде күлкің келеді». Ескесін бұл сөзді Алпамыс батыр қамықты, жаман екен, жалғыздық інісі жоқ боп тарықты. Ортекедей секіріп, жалғызбын деп өкіріп, ауылына қарай салыпты. Аузын ашты келді де, жұдырықпен бір ұрып, 40 кез бозат сандықтың саймандарын сайланып, алтыннан кемер байланып, жылқыға қарай жөнеді. Мінейін деп шонықты ұстай алмайшы ешбірін, баланың көңілі торықты. Өстіп жылап тұрғанда ошақтай бар жауыры, тартылып қалған бауыры, жал құйрықтан дымы жоқ, шабатұғын күйі жоқ. Заты арық демесең, сұлулықтан міні жоқ, құнан тісін тостаған шұбар дөнен жолықты. Ұстай алмай ешбірін ер Алпамыс жылады. Қайғымен көзін болады. Баяғы көрген байшұбар, мені ұста деп жануар, көлденең тартып тұрады. Мінбеймін деп Алпамыс жүгенмен басқа ұрады. Жүгенде деп басымды, жүгенге мойнын бұрады. Ашуланып Алпамыс жүгенімен басқа ұрды. Елемеді оны да, қарсы алдынан тақ тұрды. Ашуланып Алпамыс құйрықтан алып лақтырды. Жығылмады онымен, тақыр жерге тақ тұрды. Сол уақытта Алпамыс қарадан шыққан төреді, не салсаңыз да көнеді. Шұбар атты абайлап, ақылмен ойлап біледі. Ұстайын деп жақындап, қасына таман келеді, мойын сұнып жануар жүгенге басын береді. Сол уақытта шұбара 4 аяғы тең болады, дұшпан ұстап алар деп, өкіммен құрық салар деп. Жасырып бойын жүреді, жүгендеп басын алғанда, үстіне ер салғанда 8 жасар ат болды. Дөненменен бесті бір еді, арқа басын сипалап, шұбарды бала ұстады. Ашуы жаман қыстады, үйіне де келмеді. Мен кетемін демеді, жалғыз бауыры Қарлығаш кетерін де білмеді. Саймандарын сайланып, алтыннан кемер байланып, абжыландай толғанып, қызылнай
найза қолға алып шұбарға қарғып мінеді. Құдайдан медет тіледі, қарғып мініп жас бала ашуы кернеп жөнеді. Лашкер тартып келеді, ауыздықпен алысып, ұшқан құспен жарысып, кей жерде бала шоқытып, кей жерде басын төгеді. Бір күн шапса шұбарат айлық жер алып береді. Осыменен ұдайы 12 күн жүреді. Айналдырып санаса 12 айлық жер еді. Бет алдында төбе бар, төбеге шыға береді. Олай бұлай қарады, сұңқардай көзін қадады. Қарай-қарай баланың екі көзі талады, астындағы шұбарат сүмбідей болып жарады. Бет алдына қараса, будақ-будақ шаң көрді. Бұл қалай деп таң көрді. Шаң астына қараса, айшықты ала ту көрді. Ту астына қараса, жер қайысқан қол көрді. Қол артына қараса, ақ шатыр мен көк шатыр баратын тура жол көрді. Аяғының астында тақтай тастың бетінде жазылған таста хат жатыр. Хатқа бала қараса, іші толған тамаша талай-талай кеп жатыр. Түсінбеген түсінсін, болмаған бұрын сөз жатыр. Қалмақтарда бар екен қарамен деген бір батыр. Әрқайсысы бір мыңнан қызметінде көп батыр. 10 қарадан бір қара зекеттеп алып жер жатыр. Гүлбаршын сұлу шонықты бересің маған деп жатыр. Көкбарын шауып күніге қыз ойнағын қып жатыр. Гүлбаршын тұр көнбестен, қыз ойнағын көрместен, Сарыбай тұр жалғызын қалмаққа ұстап берместен. Арасы да бұлардың олқы-толқы боп жатыр. Семізін таңдап жегесін, өзіне кезек келгесін. Бір күндері Гүлбаршын үйінен түнде қашады. Көңілін қайғы басады, ата-анаға көрінбей, еш адамға білінбей, кетуіне ерінбей, талай қырдан асады. Енді таудан өте алмай, жиделіге жете алмай, жалғыз өзі кете алмай, қатты жаман сасады. Осы жолмен жүрсе деп, алпамыс жалғыз келсе деп, жазған хатты көрсе деп, тасқа қалам басады. Алпамыс деп ат жазып, өзінің атын қосады. Көрген күнім осы деп, көзінің жасын шашады. Әйелдің жолы жіңішке, жұмысы кетті теріске. Тағы да қайтып кетеді, түніменен жүгіріп, қыз үйіне жетеді. Құдіреті күшті Құдайым жарылқаса нетеді. Қыз үйіне кіргенше, Алпамыс хатты көргенше, арасында бұлардың ұзақ сағат өтеді. Ауғаннан соң келгені елінен, шалқыған шалқар көлінен, жерінен ауған жеке оңбас, ауғаннан соң жерінен Гүлбаршын қызын ап қашып, Алпамыс қыран теңінен Қараманға кез болып тапқандай болды пейілінен. Әруақ мені ұрды деп кетпейді осы көңілінен. Қараманға қараса, түсі де суық темірден, қайратына мас болып тізесін шайнап кемірген. Қорықса қызын берсін деп, зорлығыма көнсін деп, жеп жатыр малын семірген. 3 мәртебе оқыды, әр сөзін ішке тоқыды. Сөз осы хатта көрінген, көрді оқып жас бала, қайратқа сенген мас бала, өз айтқанына болмаса көнбейтін бұл масқара. Ойланды енді бармаққа, сол елден хабар алмаққа. Қазақ болса қайрылып, әңгімеге қанбаққа. Қалмақ болса зарада қосылма, ойлады қырғын салмаққа. Рас болса хат сөзі, ойланды өліп қалмаққа. Осыны бала ойланып, алғыр құстай бала бойланып, қызыл найза қолға алып, абжыландай толғанып, шұбардың басын төгеді, қолтығын шұбар сөгеді. Ерігіп жүрген жануар төгіле басып жөнелді. Әніміне дегенше, қолтықтан тері келгенше, қазақ пенен қалмақтың арасына келеді. Ұйып жатқан қалмақты көзіменен көреді, жердің жүзі қайысқан, есепсіз қалмақ көбеді. Бұл қалай деп сұрауға жолығып ешкім келмеді. Рас екен өзі деп, тасқа жазған сөзі деп, қыз сөзіне сенеді. Буырқанып, бұрсанып, мұздай темір құрсанып, ашуы қысты денені. Айдаһардың тіліндей салса кеткен білінбей. Қынабынан суырып қолына алды беренді. Ат қойып жалғыз барсам деп, жазым болып қалсам деп, артында көмек жоқтығы ойына ердің келеді. Ата-анасын ойланып, жалғыздық түсіп басына, көзінің жасын төгеді. Жат қылып жылап еңіренді, сондағы айтқан сөз еді. Жат қылып әуел Алланы, тапсырдым шұбар аланы. Жалғыз бауырым қарлығаш, тапсырдым Алла өзіңе, артымда жалғыз қараны. Көретұғын күн қайда, атаменен ананы. Жердің жүзі қайысқан, қалмақтың түрі жаман еді. Иерген қойдай қораға қазақты қалмақ қамады. Жалғыз өзім шырқырап, бұзамын қайтып қамалды. 10 қарадан бір қара салып тұр бетке жараны. Қайда барып төгемін ішімдегі сананы. Қыз деген ердің олжасы әлі жеткен алады. Бұрынғыдан соңғыға қалған өрнек болады. Көнбеймін деп қорлыққа, кім шыдайды зорлыққа. Алатаулап, айқайлап, шетінен келіп тиеді. Алатаулап ат қоймақ орта жүздің ұраны Алпамыс айтқан кебеді. Сол уақытта Гүлбаршын үйіне жаңа кебеді. Әкесі мен шешесі қайдан келдің депеді. Күркіреген күндей боп, алыстан келген тілдей боп, Алпамыстың айқайы құлағына келеді. Кепті ғой деп Гүлбаршын көзінің жасын төгеді. Тілегіңді берді деп
алпамысың келді деп. Әкесі мен шешесі бетінен келіп өбеді. Енді алпамыс бақырып, алатаулап ұран шақырып, қалмаққа жалғыз тиеді. Қойға шапқан бөрідей талқандап қуып бөледі. Алтын сапты ақберен деммен тартып тиеді. Кейбірінің кесіп кәлласын, кейбірінің тіледі. Қалмақтар атқан қалың оқ жаңбырдай болып тиеді. Еті түгіл баланың терісіне кірмеді. Ғайып ерен қырық шілтен баланы қолдап демеді. Жанып тұрған жалындай, құбылып тұрған сағымдай шабылып шұбар терледі, терлеген сайын өрледі. Ана шетте бір көрсе, мына шетте бір көреді. Жүрсін бала сонымен ерлердің салған жолымен. Ауып келген халайық, мұнан да хабар алайық. Шекті деген ел еді, ә дегенде мә дейтін, ішінде ерлер көп еді. Қаншама батыр болса да қалмаққа әлі келмеді. Қорқыныш кетіп қазақтар соңынан бәрі ереді. Тышқан алған мысықтай тамашасын көреді. Әр жерден сүйреп өлігін бір жерге бәрін үйеді. Май құйып отқа ертіп, жында адамдай күледі. Тізеден шұбар қан кешіп, шалпылдап шауып жүреді. Сол уақытта бір қалмақ барды қашып ханына, найза тиіп көгеттен өлмейтін қылған санына, жер жаһанды ластап, судай ағып қаны да ет бетінен жығылды. Ханның барып алдына: ей қараман, қараман, әкім болдың жасыңнан, айдай әлем қараған, шұбаратты бір бәле кепті бүгін даладан. Әскердің бәрі қырылды сол келген жалғыз баладан. Келбетіне қарадым, қалмайды мұнан жан аман, біле алмадым мәнісін, ірі көрдім жұмысын. Айтайын сізге қылысын, әскердің бәрін қырысып, жапырып барат жалындай. Баланың түрі құрысын, шапқанын ешкім көрмейді, өлгенін ешкім білмейді. Сілтегенде қылышын жаралы болып санымнан, бітіп тұр менің тынысым. Гүлбаршынды алам деп, сенің де бітер жұмысың. Білмедім өзі қалмақ па, қалмақ емес қазақ па. Егер де қазақ болмаса қалмаққа келген ғазап па. Бұған өзің бармасаң қаласың ақыр ұятқа. Жасырынған сайменен, көгалалы тайменен. Бар екен бәле бұ жақта. Халықтың бәрін қырдырып жатасың ба жырақта. Сұлуды алма ойыңа, бермейді сенің қолыңа. Жанып тұрған бір жалын келіпті бүгін сорыңа. Мұны естіп қараман ашуланып долданып жіберді тұлпар қаратқа, тағы да біреу шаптырып. Сауыт сайман жараққа ашуы қысып дірілдеп, қоспақ нардай күрілдеп, қарқайды қалмақ жан-жаққа. Ақырын Құдай оңдағай, күллі әулие қолдағай, қиын болды бейбаққа. Ашуланып қараман мінеді тұлпар қарасын, ер тоқымын саймандап, басынан алды дорбасын, қырайын деп ойлады. Қазақтың күллі аллашын. Қолына алды найзасын, сәскелік жерден шаншыды, таптырмайды айласын. Осы бүгін қылайын көрінсе қазақ қырайын, бұл күшімнің көремін қай уақытқа пайдасын. Басына қалқан төңкеріп, сауыты алды киініп, саймандарын сайланып, әбден алды түйініп. Лашын құстай құйылып, қабағы тастай түйіліп, жауа тұғын бұлттай келе жатыр қалмақ құбылып. Келе жатса жолында қалмақтардың өлігі өртеніп жатыр үйіліп. Долдыққа сыймай қараман тістеніп келет кіжініп. Қай жақта деп қазақтар қарайды қалмақ үңіліп. Әр төбеге шығады қылышын алып суарып, айбатпенен айқайлап жердің жүзін қуырып. Мұны көріп Гүлбаршын жанынан кетті түңіліп, қысылып зарлап тарықты, көзінің жасы төгіліп. Гүлбаршын сұлу жылайды, көзінің жасын бұлайды. Жат қылып жалғыз жаппарды, баланың жанын сұрайды. Жеттім деп жалғыз түбіңе, сұлулықтан таптым деп жылай берді егіліп, қабырға кетті сөгіліп. Сол уақытта алпамыс шұбар атын тыныстап тұр еді, келіп кідіріп. Туған айдай жалтырап, көзіне қалды көрініп. Батырды көріп Гүлбаршын тұра алмады керіліп. Неше алуан киініп, қасы көзі қиылып, алпамыстың қасына жетіп келді жүгіріп. Сол уақытта алпамыс қызға назар салмады, сәлем берсе алмады. Қалмақты көріп құнтиып ұрыспағын қамдады. Менсінбей батыр тұрма деп қарары қыздың қалмады. Көзінің жасы көл болып келді де сұлу зарлады. Айналайын қарағым, құтты болсын талабың. Алла тағала жар болып оңнан тұрсын самалың. Сен өлсең егер мен күйдім, жазым боп тайса табаның. Келеді қалмақ күркіреп, айтқалы келдім хабарын. Тайлы бие тоғыз қой жеп шықты жаңа тамағын. Өлуі қиын қалмақтың, бермесе Алла амалын. Тілімді алсаң қаш енді, болады қандай заманың. Сонда алпамыс сөйледі: ашса жаның Гүлбаршын, жолама менің қасыма. Нелер келіп не кетпес ер жігіттің басына. Сонша жерден келгесін әр қалмай, ерлер қашама. Жалғыздың жары бір құдай, біреуден біреу сасама. Әйелдік қылмай қайт жылдам, еркекті әйел басама. Пешенеге жазылсаң бұйрықсызға қосама. Үйіңе бар да жата бер, сабырсызға ұқсама. Мұны естіп Гүлбаршын кетті қайтып қуанып, балада болса баланың айтқанына жұбанып.
Кішігірім таудай боп келеді қалмақ қуарып, күлді, қазақ қайда деп, шұбар атты бала деп. Айқайлап даусын шығарып, Қараманды көргесін, жақындасып келгесін, сонда алпамыс сөйледі. Жаратқан жаппар құдайым, дәргейіңе жылайын, қашпағым менің ар шығар, өлсем де қарсы тұрайын. Қабырғам болса қатқан жоқ, барма деп атам айтқан жоқ. Енді қандай қылайын? Осыны айтып болғанша, шұбарды кейін бұрғанша, айтып ауыз жиғанша, қарап көзі тайғанша, жетіп келді Қараман алпамыстың қасына. Қолындағы күрзімен кетті салып басына. Осы ұрған күрзіге құлар еді шапқанда, қойқаптың тауы тасада, атының жалы сел болды. Көзінің аққан жасына ұстайтын еді Қараман сәл тұрғанда қасында. Қарғып кетті шұбарат, шыдай алмай астында, үстінде бала бар еді, келмеді әлі басына. Апқашты шұбар баланы құладыз мидай далаға, Қараман қамшы бас енді астындағы қараға. Енді қалмақ бір жетсе, мұнанда адам қалама. Бала жылап барады жаратқан жалғыз Аллаға. Жалынады жас бала астында шұбар алаға. Айналайын шұбарат, қолтығыңда барғана тастап кетпе, апарып адам көрмес салаға. Өлігімді тастамай аман есен алып бар ата менен анама, мүйіз шықпас басыңа, ең жоқ өзің барғанда. Барғаныңда не дейсің, жеделбайсың далаға. Мұның естіп Қараман салып кетті қамшымен, қара тұлпар санына. Қамшы үстіне қамшырды, бір жетсе деп балаға. Ашуланып Қараман тұлпарды ұрды сауырлап. Жетпедің деп шұбарға ұра берді бауырлап. Жамандатқыр итқарат келеме деп ауырлап. Шабысқанда айып жоқ, келеді желдей суылдап. Жеткізбейді шұбарат, атқан оқтай зырылдап. Құйындай ұшып барады, жал құйрығы суылдап. Үстінде бала барады, боз торғайдай шырылдап. Қара тұлпар санына қаншама қамшы ұрса да аяғын өре басады. Шабысқа шабыс қосады, ауырлап келе жатыр деп, сауыт сайман жарағын әр жерге қалмақ тастады. Жеңілденіп алды деп, енді шап деп қыстады. Жарақтың бәрін тастасып, бір іске құдай бастады. Мұны біліп, шұбарат қиқаңдап ұзақ қашпады. Құдайдан қуат болғасын, бала да қорқып саспады. Сол уақыттар болғанда, жарақтың бәрі қалғанда, шұбарға тұлпар жетеді, қаруы жоқ қолында. Жеткенмен қалмақ не деді? Қоя берсең шұбарат, кіндік жерге кетеді. Жеткен жері тұлпардың апсиған апанын бетеді. Қалт бергенде жалт беріп Қараманды алпамыс ұрып кетеді. Қаршығадай қайрылып, ителгідей сүзіліп, ұрып өтеді. Ұрған сайын Қараман қара құстай қалбаңдап, құрбан етеді. Жақындасып, жанасып, тұлпармен шұбар жарысып, құйындатты шұбарды. Басымен бала алысып, тістен еді Қараман қасқырдай жағы қарысып. Бір арманы қалмақтың, көрмедім дейді алысып. Кетпесін деп арманда өтіп кетті бір жерде бір қамшы салысып. Қаршығадай қайрылып, қалмақты бала бір ұрды. Жасқанайын дегенде қолын ұрып сындырды. Тағы да шапты қылышпен, оңбады қалмақ бұл істен. Әне-міне дегенше екі қолын сындырды. Ұрыстан өзін тындырып, екі қолын сындырып, доңыздай қалмақ шыңғырды. Енді бала құтырып, ителгідей жұтынып, жетіп келді ұмтылып, жағасына ұстады. Буындырып қалмақты ат үстінен мұштады. Бағана жеген құйрығын дегенде ақ тастады. Сөйте Қараман кесектеп қанды құсады. Ұстады бала жағадан, айрылды патша бағадан. Қайта шапты шұбарат, шығарып көкпар қорадан, қай жеңгені келер деп, жеңгенге сұлу тиер деп, әр төбенің басында қазақпен қалмақ қараған. Құйындай шауып шұбарат өте шықты арадан, күлмеген адам қалмады, жеңілген соң баладан. Гүлбаршының алдына көкпар әкеп тастады. Өңгеріп серке даладан созылды даудың аяғы. Өшігіскен қатындар жиналды түге баяғы, өлтірмекке қалмақты алқымға пышақ таяды. Әйелдер болды жүректі, сыбанды екі білекті. Зорлығын көрген қалмақтың берді деп құдай тілекті. Жанды жерден жарылып, құрылдап, қалмақ жөнелді. Дүниенің болмай баяны. Дәу ақымақ деген сол қалғасын болды жарағы. Жауға барсаң кесерді ал, дауға барсаң шешенді ал. Жарақсыздың мәнісі кетеді өстіп аяғы. Енді бала алшаңдап, қайраты тасып қалшылдап, қойға шапқан бүрідей жан-жағына ырсылдап, әлемді алды айбатты қабыландай арсылдап, астында шұбар ойнақтап, аузынан көбік балшылдап, омыраудан аққан тер бақайына тамшылап, мысалы
үрген местей боп, ұсталар соққан пештей боп денесі кетті тырсылдап, шұбар атын қаңтарып, қалмақтан кегін қайтарып, түсті барып бір жерге, алпамыс күйеу келді деп, қалмақтың бәрін жеңді деп, тартылды керней ән жерге, құданың қалай беруі, мың ердің күшін бір ерге, алпамыс қыран келмесе, көз жасын құдай көрмесе, қорқыныш кіріп қазақтар көз жеткен еді-ау өлуге. Алтын кілем үстінде отырды толқы бұл елде, хан қылып халқы көтерді, есебі жоқ көп елге. Қатындар ертіп жүгірді отауға барып кірерге. Қыздар да кетті қуанып Гүлбаршынды әкеп берерге. Гүлбаршын сұлу жүгіріп мырзаның түсін көрерге. Лажын тапса аямай құрбан ғып жанын берерге, жол тимеді арадан құшақтап келіп сүйерге. Самаурынды қайнатып, дастарханды жайнатып, қыздарменен шай келді, шырын шекер бал келді, алтын леген үстінде әр түрлі тағам келді. Қазы қарта жал келді, түрегеп күйеу ізет қып, қыздарға төрден жай берді. Гүлбаршын сұлу айдай боп, қысыр емген тайдай боп, оң жағына барды енді, ғашық оты жағылып, абыройы жабылып, оң қолтыққа алды енді. Неше түрлі қылықпен құйып отыр шайденді. Қыз бозбала ойынын ортаға түгел салды енді, арасында бұлардың біраз мезгіл болды енді. Ұйқы алып денесін қыздардың бәрі қалды енді, оятса оянбай, сілесі қатып қалды енді. Шымылдықтың ішіне мамық төсеп үстіне шахи көрпе жайды енді, аққудай болып байпаңдап, бәйге атындай қайқаңдап, төсекке күйеу бар енді. Кер маралдай керлі басына ерініп, құбылып сұлу жан енді, назданып күйеу әзілмен қай жақта шіркін мал деді. Сұлу айтты қылмыңдап, неше түрлі жымыңдап, керегің болса ал деді, осыны айтып болды да, қоян алған қырандай төсекке тартып алды енді. Онда Алпамыс батыр қалмақтарын көндіріп, келмегенін келтіріп, атасы Сарыбайды сол елге хан сайлады. 30 күн ойын, 40 күн тойын ғып, Гүлбаршынды өз алды. Бірнеше ай жатып, күндерде бір күн еліне қайтуды ойланып, қоштасуға халқын жинап алып рұқсат сұрады. Ол елінде жақсылар ақылдасып, кеңесіп, 40 нарға зер артып, алтын отау жасап, Сарыбай қызы мен күйеуін шығарып салды. Бірнеше күн жол жүріп, аз ғана емес, мол жүріп өзінің еліне келді. Алпамыс батыр аман есен еліне келсе, әкесі Байбөрінің жылқысын Тайшық хан деген қалмақ шауып әкетіпті. Онда Байбөрі мал ашуы мен жан ашуы бір дегендей тақат тұтып тұра алмай, баласы мен келініне қуанбай, келген дүниеге көңілі алданбай, ашуға шыдап тұра алмай, Алпамыстың алдынан шығып Байбөрінің айтып тұрған сөз еді. Байбөрі сонда сөйледі. Тумай кеткір Алпамыс, тұр көрінбе көзіме, еш қайратың тимеді адам болып өзіме, Тайшық алды жылқымды, құртып кетті мүлкімді, тұр алдымнан кет деді, кет деген сөзі кетті еді. Тайшық алған жылқымның артынан қуып бар деді, қалмақтан кегімді ал деді, ала алмасаң кегімді пенде боп сонда қал деді. Сонда Алпамыс сөйледі, сөйлегенде бүй деді. Тайшық алған жылқының ал артынан кетейін, Шахимардан жар болса артынан қуып жетейін, жете алмасам жаната жылап жүріп өтейін. Ата сенің сөзіңді күніге естіп нетейін, атқа салдым терлікті, дұшпанға қылдым ерлікті, мен кеткесін атажан, көрерсін құлдан қорлықты. Атқа салдым пыстанды, мен кеткесін атажан, ақыры жерсің пұшпамды. Әке сенің артыңнан бес байталдық бедірек қол аңлып жүрген дұшпанды. Сол уақыт сөз еді, қатты тиді өзіне. Қажырланса Алпамыс, жан көрінбес көзіне, буырқанып, бұрсанып, мұздай темір құрсанып, алып келді шұбарды, мойнына тағы тұмарды. Бейсенбі күні 5-інде Тайшыққа қосын шығарды. 6 айлыққа жүрмекке Алпамыс берен ойланды. Алтын бауыр шұбардың басын жолға салады. Тұлпар туған шұбарат сүмбедей болып жарады. Үйіне де түспеді, бір кесе суын ішпеді. Тайшық алған жылқының Алпамыс атты жас қыран артынан қуып барады. Онда халқы жиналып келіп Алпамыстың кететінін біліп, «Ей шырағым Алпамыс, жалғызды Құдайға жарасқан, жалғыз өзің барма, еліңді жинап көппен бар» деді. Онда Алпамыс айтты: «Жұртым жалғыздың жары бір Құдай болсын, сіздер маған жандарың ашса, көрсеткен көмектерің болсын деп атам мен анамның қабағына қараңыздар» деді. «Әйелімнің ішінде 7 айлық бала қалып барады. Ұл туса атын жәдігер қойыңыздар» деді. Осыны айтып Алпамыс батыр Тайшыққа қосын шығарған күні түнде жатып, қалмақтың ханы Тайшық түс көріп, түсінен шошып,
ел жұртын жинап алып өзі мұнараға шығып түсімді жорыңдар деп халқына айтып тұрған сөз еді. Тайшық хан сонда сөйледі. Сөйлегенде бүй деді: жарандар, жараңдар, бәріңде бермен қараңдар. Бүгін жатып түс көрдім, түсімде жаман іс көрдім. Заманам менің қағынды, қағынбаса не қылды? Құрсаулы қара нар келіп, қарсы қарап шабынды, көзімнің жасы егілді. Қабырғам менің сөгілді. Басымдағы тәж дәулет жерге барып төгілді. Бір арыстан өзіме шабатұғын көрінді. Талқан қып алды шәһәрімді, талауға салды барымды. Екі бүйірін таянып, алатұғын көрінді. Қойнымда жатқан жарымды қаланың аузын қан қылды. Қақпаның аузын шаң қылды. Айдарлымды құл қылды, тұлымымды тұл қылды. Солқылдаған мырзамды табанға салып жүн қылды. Аузына қарадым, сұлуды таңдап сүйгендей, келбетіне қарадым, қам-қамты таңдап кигендей. Қабағы қалың сол бала, тіпті шұнақ бала шұбарат мініп келеді. Сол шұбардың дүбірі құлағыма келеді. Мен білмеймін, тап сонан қандай адам өледі. Жылағанда көзіме қанды жасым толама. Тауға біткен бәйшеше қураса бір күн солама. Жиделі байсын жерінен, Қоңырат деген елінен Алпамыс атты жас берен атқа мінген болама. Алдынан шығып сол ердің жылқысын берсем алама. Жылқысының кегіне қызымды берсем болама. Ер баласы ереді, кегін алмай қояр ма? Әлқисса халқы жиналып айтты: тақсыр, түс деген түлкінің боғы болады, қорықпаңыз, ешнәрсе етпейді деп жақсыға жорыды. Онда Тайшық хан айтты: жоқ, оларың болмайды. Онан да ойласып ақыл табыңдар деді. Ешкім амал таба алмады. Сол кезде жасы 300-ге жеткен, көрінгенмен ұрысқан, қабағы қатып тырысқан, өзін туғаннан құдай атқан, бір кез ширек бойы бар, адам таппас ойы бар, тізесіне шекпен жетпеген, басынан жаманшылық кетпеген, басы мүйіз көті киіз бір мыстан кемпір келді. Ол айтты: патша, сіз өзіңіз патша болсаңыз, сол сияқты дұшпанға жалғыз қызыңыз қара көзімді беремін дегенің қалай? Деді. Самайынан ірің аққан, мұрнынан боқ аққан менің таз балам бар, соған қызыңды берсең, дұшпаныңды байлап әкеліп аяғының астына салып беремін деді. Онда патша құп болар деді. Қызын беретін болып уәде жасады. Онда кемпір 40 отау, 40 шөлмек ара қалды. Ханның қызы қара көзді бас қылып 40 қыз алды. 40 отауды Алпамыстың келетін жолына тіктіріп, 40 қыздың басына жаулық салып, келіншекше киіндіріп, 40 шөлмек арақты әрқайсысына беріп, мыстан Алпамыстың жолын тосып жатты. Сол уақыттар болғанда Алпамыс батырдың мыстанға келіп жолығуы. Ел жұртымен қоштасып, Алпамыс батыр жөнеді, ләшкер тартып келеді, ауыздықпен алысып, ұшқан құспен жарысып, астындағы тұлпардың ойынды еті бұлтылдап, құйындай шаңы бұрқылдап, құлақ салсаң дыбысы тау суындай сылқылдап, қолтығынан аққан тер тебінгенде сылпылдап, маядай мойнын созады. Шөу дегенде жануар ұшқан құстан озады, тарта-тарта баланың алақаны тозады. Құланнан атты қодықты, көлден тартты борықты, арадан неше қоныпты, жетемін деп зорықты. Жете алмай бала торықты, талма түстің шағында, айдың көлдің бойында тосып тұрған көлденең мыстанға келіп жолықты. Тілеуін құрғыр қумыстан сонда тұрып жылайды, көзінің жасын булайды. Бір топ біткен шеңгелді құшақтап тұрып құлайды. Мұны көріп Алпамыс кемпірден келіп сұрайды: далада тұрған жан шеше, мұнша неге жылайсың? Айтпаймысың сырыңды, шығарайын мініңді. Басын кесіп дұшпаннан әперейін кегіңді, аман жүрсем табайын кеуілдегі кіріңді. Жылай бермей шыныңды айт, өлтіріп мен берейін дұшпанның қылған еріңді. Сонда кемпір сөйледі: күткенім шырақ сен едің, қамқорың сенің мен едім. Жиделі байсын жерінен, Қоңырат деген елінен Байбөрі деген бар еді. Байбөрінің жылқысын Тайшық хан алып жөнеді. 40 балам бар еді, 40-ы да бірдей нар еді. Алдынан шықты жылқының, таласқан соң малына, бәрінде Тайшық өлтірді. Сол баланың шешесі мені мыстан дер еді. Ашылған баудай гүл едім, сайраған қызыл тіл едім. Кеше күндіз Құдайдан Алпамыс сені тіледім. Келеді деп естіп, жолыңды тосып тұр едім. Айналайын қарағым, құтты болсын талабың, жалғыз ием жар болып, оңынан тұрғай самалың. Жеңгелердің қасында жатпаймысың қарағым? Осы сөзбен қу кемпір алдап ұрды ақылын. Сөзбенен бойын балқытты Алпамыстай батырдың. Жалғасы бар.